Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен өнер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып пісетін пирожкидің рецебін ұсынатын боламын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен картофелімізді суда қабығын ашып қайнатып аламыз. Табағымызға суымызды, сүтімізді, ашытқымызды салып, және үстіне кішкене ұн салып, бетін шауып 10 минутқа ашытуға қоямыз. Он минуттан соң бетін ашып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осыдан кейін үстіне сұйық май, тұз, майонезді бірге араластырып, осы қоспамыздың үстіне құямыз. Тағы да жақсылап араластырып, үстіне бөліп ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды бөліп салып, жұмсақ қамыр илеймін. Қамырымызды жақсылап басып, июін қандырып, илеп алатын боламыз. Қамырымды илеп болдым, енді көтерілуге қоямын. Алдын ала дайындалған картофелімізді осылай жақсылап езіп аламын. Езілген картоптың үстіне кішкене сармай салып жіберуге болады, салмасаңыз да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Нанымыз көтерілді, үстіне сұйық май құйып, жақсылап нанды басамыз. Тағы да бетін жауып көтерілуге қоямыз. Одан кейін тағы да бір басып алдым. Нанымыз дайын болды, енді пирожкилерді жасауға кірісемін. Нанымызды бірдей етіп бөліктерге бөліп аламын. Осылай бөліп алып, кішкене қоямыз, үстінен осылай саусақпен басып шығамыз. Одан соң үстіне бір қасықтан картофелімізді салып шығамыз. Барлығын салып шықтым, енді жақсылап екі жағынан баса отырып түйеміз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңырауша белгісін басыңыз. Алдағы уақытта жаңа рецептерді ұсынатын боламын. Дайындап алдым, енді қызып тұрған майда екі жағын кезек-кезек аудара отырып, қызартып, пісіріп аламыз. Осы рецептпен дайындасаңыздар, пирожкилеріңіз өте жұмсақ болып піседі. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.